Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 5-ші сабақтың тақырыбы «Менің ақ лағым бар». Жаңа сөздер: секіреді, прыгает, еркелейді, ласкается. Осы жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Оқылым айтылым тапсырмасы 17-ші бет. Лақ секіреді, лақ еркелейді. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Сөйлемдерді мұқият тыңдайды, 1 балл. Сөйлемдерді түсініп оқиды, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 3 балл. Жазылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 18-ші бет. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Ең бірінші оқушылар үлгіге назар аударайық. Менің лағым бар немесе жоқ деп жазамыз. Менің алмам бар немесе жоқ деп жазамыз. Дәл осылай сенің, сіздің, оның деп қарап суреттерге сөйлемдерді толықтырып жазатын боламыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сөйлемдерді толықтырып жазады, 3 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.